Сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай таңқурайдан кереметтей болып шығатын өзім жасайтын тосаптың рецептісімен бөліскім келеді. Малина, яғни таңқурай, менің сүйікті жидектерімнің бірі. Өзіміздің бақшамызда пісіп тұр. Енді осыларды барлығын жинап шығамын. Мінекей достар, 1 литрліктен 3 банка таңқурай жинап шықтым. Жиналған жидектерімізді осылай дұршылаққа салып, салқын сумен жақсылап жуып алдым. Біздің 3 литрлік банкаға жиналған таңқурайымыздың салмағы 2 килограмм 600 грамм болып шықты. Енді осы жидегімізді кеңірек ыдысқа салып аламыз. Мен 1 килограмм таңқурайға 800 граммнан есептеп қант салып шықтым. Қантымызды салып алған соң мен бірнеше сағатқа қоймадым. Осындай пюре жасайтын езгішпен барлық қанттарды езіп шықтым. Мінекей дайын болды. Енді алдын ала банкаларымызды жуып стерилдеп дайындап аламыз. Енді тосабымызды орташа отқа қойып, қайнағанша күтеміз. Тосабымыз қайнай бастады, көбігін аламыз және де ең төменгі отқа қоямыз. Мінекей көбігін барлығын осылай алып шығамыз. Біздің тосабымыз толық қайнап шыққанша шамамен 2-3 минуттай уақыт болады. Біздің тосабымыз толық қайнап шықты. Енді тағы да шамамен 5 минут жақсылап қайнатып аламыз. Жидектермен тосап жасағанда, әсіресе осы таңқурайды аз ғана уақыт қайнатамын. Сол кезде біздің таңқурайымыздың түсі де, дәмі де сақталып, тосабымыз дәмді болып шығады. Мінекей тағы да 5 минут қайнатып алдық. Енді осылай ыстық күйінде банкаларға құйып шығып, қақпағын бұраймын. Әрине, тосапты әркім өз қалауынша қайнатады, бірақ мен осы видеода өзімнің тосапты жасалу жолымен бөліскім келді. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.